Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте ерекше самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Ендеше самсаға кірісейік. Бізге ең алдымен жылы сүт қажет. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстінен ертілген сары майымызды және де сұйық майымызды құйып, шамалы дәміне қарай тұзымызды да салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Дәл осы сұйық массамыздың үстінен алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды бірден салып, орташа тығыздықтағы жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ешқандай арасында түйіршік қалып кетпейтіндей болу керек. Ендігі кезекте бізге салмасы үшін ет, турап алған картоп, дәміне қарай қалауыңша асқабақ және де пиязымызды салып, дәміне қарай паприка, қара бұрыш және де тұзымызды да салып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды теңдей 3 немесе 4 бөлікке бөліп, қолымыздың көмегімен домалақтап жаюға дайындап аламыз. Қамырымыздың құрамы маймен иленгендіктен міндетті түрде молырақ ұнмен жайып алған жөн. Осылай зуалап алғаннан кейін міндетті түрде арасына ұн себе отырып, жақсылап жайып аламыз. Жайған қамырымыз неғұрлым жұқа етіп жайылса, біздің самсамыз өте керемет болып шығады. Осылай жайып алғаннан кейін міндетті түрде арасына ұн себе отырып, оқтауымызға орап аламыз да, дәл видеодағыдай қамырымызды ортаға қарай ығыстырамыз. Ендігі кезекте осылай оқтаудан ажыратқан уақытта біздің қамырымыз гармошка тәріздес болып шығады. Арасына қалауыңызша начинкамызды салып, қамырымыздың екі шетімен жауып аламыз. Дәл осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Әрбір пікірді мен міндетті түрде оқып, жауап беретін боламын. Дәл осы самсаның рецептісін толықтай описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Дайын болған самсаларымыздың үстінен жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүтімізді құйып, осылай бір тегіс етіп жағып аламыз. Үстінен қалауыңызша мак немесе кунжутымызды сеуіп, алдын ала қызып тұрған пешімізде жарты сағат уақыт көлемінде пісіріп аламыз. Міне, біздің ерекше гармошка самсамыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.